Баршаңызға сәлем, сіздермен жан сая бүгін өте дәмді болып шығатын медовиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Соңына дейін бірге болыңыздар. Ең алдымен балға соданы қосып, газға қойып, ақырын отта қайнататын боламыз. Постоянно араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Неге осылай көпіріп тұрып қайнайды, одан кейін сары май қосып, тағы да өстіп араластырып, шет жаққа суытып қоятын боламыз. Осындай әдемі қоңырқай свет болу керек. Енді қамырын жасайтын боламыз. 3 тал жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң барып бағана дайын тұрған суып тұрған массамызды құйып, араластырамыз. Одан соң барып ұнға разрыхитель қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Осы аралықта духовканы 180 градусқа қыздырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін противеньге қамырымызды 2-3 қасықтан салып, жаймалап пісіріп аламыз. 5 минутта пісіп шығады. Енді креміне бізге сметана мен сгущенкаға керек. Екеуін жақсылап араластырып, тортты жинайтын боламыз. Тортымызға өстіп қойып жағып шығамыз. Сұйық көрінгенмен өте дәмді, формасын жақсы ұстап тұрады. Қалған коржды үгітіп, бетін сеуіп, холодильникке 1 сағатқа жібердім. 1 сағаттан кейін кесіп, ұсына берсеңіздер болады. Қарап тұрғандарыңызда кремі формасын ұстап, өте әдемі болып шықты. Дәмі де ерекше, отбасыма ұнады. Сіздер де жасап, каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.